Екіншіден, апауыз бұл дүниеменен қош айтыша тұрған болса, апауыздың денесін дағы өзіміздің аялдарымыз, өзіміздің ежелер, өзіміздің қыз келіндер жусын. Эми ең мәселенің мағызы сіздер жақсы көңіл бұра тұрған жері келді. Апауыз күнөкөр еле, тіліменен ушақ қылат еле, құлағыменен бір күнөкөр сөздерді ұғып қоят еле. Bir kez apauыз бұл дүниеменен қош айтышты. Эми апауыз татынақай жуылды. Кепин оралғаннан кейін жанағы тауытқа салып, молдекенің алдынан жаназа қап шығыш керек. Эми сол жерде аялдар жуып бергеннен кейін апауызды жанағы тауытқа салып атқанда біліп қойыңыздар, бір дағы чоошун адам кирип апауыздың денесін қармабаш керек. Чоошунга ким кирет? Нике буйрубай турган адамдар гана кирип, баягы аялдын денесин кармашка укуктуу. Нике кимге буйрубайт? Ошол аялдын атасына, акасына, үкасына, баласына, тагасына, күйөө баласына, небересине. Ушулар гана кирип кармашка укуктуу. Bir кезде атабыздын дос Аяш атабыз кирип кетти. Биздин досторубуз кирип кетти, колу кошулар кирип кетти. Апабыздын ар бир жеринен кармап тауытқа салышты. Шариаты не дейт? Бай. Аттың-ай, бұл кемпір күнөкөр эле. Бұл кемпір бұл дүние менен кош айтышты. Бай. Ушул кемпирдин балдарына Алланын каргышы болсун дейт. Неге десе, апасынын денесине кыянатчылык кылды дейт. Кандай кылып кыянатчылык кылды десе, апасынын денесин булар коргой албады дейт. Апауыздың денесін қорғош, чоочун адамға, беган адамға біз апауыздың еш жерін қарматпашымыз керек. Урматтуу мұсылман бір туғандар, ар бириңиздер бұл маселеге, бұл сөзге көңіл буруңуздар. Эми бір кезде молдеке жаназаны окуйт. Жаназаны окуганда мүрзөгө кабырга апарабыз. Кабырга апарганда жанагы эненин баласын оозунан ушул сөз чыксын. Кайсыл сөз? Урматтуу эл жакшылары, урматтуу жамаат, ушундай мүрзөдөн качып тургула, биз апабызды коюп алайлы деп айтыш керек. Апабызды ушундай кылып кабырга коелу, жанагы тауытты ачканда, жанагы килемди ачканда, апабыздын сурпка оролгондо башы, көкүрөгү, дене мүчөлү эч бир жерине намы харам эркектин көзү түшпөш керек. Bizde közü düşüş tiyakta turup dursun, apağızın butundan her kim karma atat, görkoğlar karma atat. Bey. Şeriat ne deyt? Ettin ay, bul kempirde, tirügezinde günösü göle, ölgönden kiyin dağı, usul kempirde korgay albastan, denesine kıyanatçılık, sizler kabırga koydular deyt. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, kelingizler, siz menen biz oylana turgan mezgil jetip geldi. Oşun üçün urmatlı Müslüman bir tuğanlar, şeriatte 3 amal mamlekette toluk atkarılıp atar. Bul kaysı? Bala törölse kulağın azan aytı. Usul şeriat, padişadan başlap koy bakar, koy çıka deri kılıp atar. İkincisi, ulu üylesek, kelin alsak, nike. Bunu da bardığız kılıp atağız. Üçüncüsü, atağız da apağız üyümüzden bir jarım koşay çıkan olsa, cenaze namazı, bunu da bardığız kılıp atağız. Kalgan verseler toktop kılıp atat. O son üçün hürmetli Müslüman bir tuğandar, bu meselege ar birinizler, köngül burunuzlar. Canağı atağız menen apağızdı juuş meselesine gelgende, kabırga uzatуу meselesine gelgende, uşulardan bardığın kılavuz mı? Apağız menen atağızdı apta sayın 3 saattan vaqt azıp, tatnakay kılıp, restoran, kafege aparıp, tamak aşı alıp verip oynatağız mı? Duasını alağız mı? Kıyamet günü Kadir tünde turup meslerge tapşırmanı berip jatan, egerde uşul kazının hükümüne karşı çıkıp, nefsinizlerge kul olup, ak nikedeki ayalınızlardan korkup, usul enenizlerden urmatına kıyanatçılgan bolsaňar, kıyamet günü domat kılam, Allah'ın aldına cevap beresler urmatlı Müslüman bir tuğanlar. Kazı katarı, barınızlarga men amanatты tapşırdım.